Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен, яғни students book'ты жалғастырамыз. 38-39 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Бірінші жаттығу look at the photo, where is Tina? Фотоға назар аударамыз. Тина қайда дейді. Яғни бұл жерде Тина аквариумда жүр, суретте Тина дегеніміз мына аквариумда жүр дейді. Жауап бірінші жаттығуда Tina is at the aquarium. Яғни аквариумда дейді. Екінші, exercise 2. Listen to the dialogue and check your answer in exercise 1. What is Tina doing? Яғни тыңдауымды тыңда дейді диалогты. Және де бірінші жаттығуда жауабыңды тексер дейді. Және Тина не істеп жатыр дейді. Енді жауап береміз. Tina is at Brighton aquarium. She is looking at sharks. Тина Брайтон аквариумында дейді, және де ол акулаларға қарап тұр дейді, я. Екінші жаттығудың жауабын жазып аламыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Match the key phrases with the responses in blue in the dialogue. Яғни диалогтағы көкпен жазылған сөздерге назар аудар дейді. Then listen again and practice the dialogue. Одан соң диалогты оқы, және де диалогты оқып жаттық дейді, я. Және де ключевой словарлы берілген бізде сол сөздерге назар аударамыз. Бірінші, are you having a good time? Сен уақытты қызықты өткіздің бе дейді. Give me a call. Маған хабарлас дейді. It's Jake дейді. Бұл Jake дейді. We can meet later if you want. Сен қаласаң, біз кездесе аламыз дейді. What are you doing at the moment? Дәл қазір не істеп жатырсың дейді. How are you? Қалайсың дейді, я. Ендеше диалогты оқимыз. Тина мен Джейктің арасындағы. Hello дейді Тина. Hey Tina, it's Jake. Сәлем Тина, бұл Jake қой дейді. Hi there, how are you? Сәлем, қалайсың дейді. Fine, thanks. Рахмет, жақсымын дейді. What are you doing at the moment? Дәл қазір не істеп жатырсың дейді. I'm sightseeing. I'm at the Brighton aquarium with Laura. Мен Лаурамен бірге Brighton аквариумындамын дейді. Really? Шын ба? What are you looking at? Сен не қарап жатырсың дейді. Oh, there are some sharks here. Бұл жерде бірнеше кит акулалар жүр дейді. They are really cool. Олар сондай керемет дейді. Are you having a good time? Сен уақытты керемет өткізіп жатырсың ба дейді. Yeah, it's really interesting. Yeah, бұл сондай қызықты дейді. We can meet later if you want. Содан соң қаласаң кездесейік дейді. Okay, great дейді. Yeah, жақсы дейді. Give me a call. Маған хабарлас дейді. Sure, жарайды. Bye for now дейді. Кездескенше сау бол дейді, я. Енді үшінші жаттығудың жауабы, яғни жазып шығамыз. Yeah, it's really interesting. Sure, hi there. Okay, great. I'm at the Brighton aquarium and fine, thanks. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші тапсырма. Exercise 4. Study strategy, improving pronunciation. Яғни pronunciationды дамытуымыз керек. Осы тапсырма арқылы listening кен тыңдалым. Listen and repeat. Тыңда және қайтала деді. Practice linking the word. Мына сөздерді айтып жаттық дейді. How are you? How are you? What are you doing? What are you doing? There are some sharks. Are you having a good time? It's really interesting. Яғни бұл жерде жазатын тапсырма жоғы. Төртте оқушылар бұл жаттығуда тек айтып оқып жаттығамыз. Келесі бесінші тапсырма. Exercise 5. Complete the mini dialogue with the key phrases. Яғни ключевой словалар арқылы бос орындарды толықтыр дейді. Listen and check. Тыңдада тексер дейді. Then practice the mini dialogue дейді. Ендеше бастаймыз. Сәл мен Беннің арасындағы диалог екен. Hello дейді. Сәлем дейді. Hi Сәл дейді. Сәлем Сәл. It's Ben. Бұл Бен ғой дейді. Hi there. What are you doing at the moment? Сәлем, сен қазір не істеп жатырсың дейді. I'm at the skateboard park with Tom. Мен скейтборд паркіндемін. Томмен бірге дейді. We're practicing. Біз жаттығып жатырмыз дейді. Really? Шын ба дейді. Are you having a good time? Сендер қызықты уақыт өткізіп жатырсыңдар ма дейді. Yeah, it's fun дейді. Yeah, сондай керемет дейді. We can meet later if you want. Сен қаласаң, содан соң кездесейік дейді. Okay. Give me a call. Маған хабарлас дейді. Sure, bye for now дейді. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып, жаңадан диалог құрастырдық, оқушылар. Сонымен жазып аламыз. Келесі алтыншы жаттығу. Working pairs. Жұптық тапсырма. Prepare new dialogue using the dialogue in exercise 5.
As a model, changing the words in blue, use ideas from the box or your own ideas. Practice a new dialogue. Яғни біз мына сөздерді қолданып, мына жаттығудағы, яғни диалогтағы бос орындарды көкпен жазылған сөздерді ауыстырып жазуымыз керек. Ендеше бастаймыз. Сәуле мен Арманның арасындағы диалог деп жазым. Мына жерде өз аттарыңды, достарыңның аттарын қойып жазып алсаңдар болады. Hello, hi Сәуле, it's Arman. Hi there, what are you doing at the moment? I'm at the library with Samad. We are reading. Сәлем Сәуле, бұл Арман ғой десем, не істеп жатырсың деді. Мен кітапханада Саматпен бірге кітап оқып отырмын деді. Really, ба? Are you having a good time? Қызық уақыт өткізіп жатырсыңдар ма деді. Yeah, it's fun. Бұл сондай қызықты дейді. We can meet later if you want. Сен қаласаң, сосын артынан кездесейік дейді. Okay, give me a call. Sure, bye for now дейді. Яғни 6-шы жаттығуды жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 39-шы бет. Жазып болсақ, бірінші жаттығуды түсіндіре берейін. Exercise 1. Read the model text and answer the questions. Мынау тексті оқы дейді, содан соң сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші текстті оқимыз. The red list animals, the orca. Қызыл кітапқа енген орка жануары дейді. The animals in this photo are orcas or killer whales. Яғни бұл суретте орка деген кит берілген немесе өлтіруші акула дейді. In fact, an orca is not a whale. Шындығына келгенде, яғни факт бойынша, орка ол акула емес дейді. But a type of dolphin. Ол бірақ дельфиннің бір түрі дейді. Here they are swimming in a group near the shore. Бұл жерде олар тобырымен жүзіп жүр дейді. Maybe they are hunting for seals. Сонымен қатар олар итбалықтарға шабуыл жасайды дейді. Orcas lives in all of the world's oceans. Әлемдегі барлық мұхиттарда оркалар тіршілік етеді дейді. They hunt and play in groups. Олар тобымен бірге шабуыл жасайды, аулайды дейді, және тобымен бірге ойнайды дейді. They are aggressive and they usually eat fish. Олар сондай агрессивный, және олар үнемі балықтар, акулалар немесе тасбақалар және де итбалықтармен қоректенеді дейді. Females have one baby. Олардың отбасында бір бала болады дейді. Call it a calf. Олар calf деп аталады дейді. Every 2 or 3 years. 2-3 жылда бір балалайды екен. Orcas are on the red list because they are in danger of becoming extinct. Олар қызыл кітапқа енген себебі олар жойылып бара жатыр дейді. Some orcas are in danger because there is pollution in the sea. They also die in fishing nets. I think that it's important to protect these animals. Деген сұрақтарға жауап береміз бірінші жаттығудағы. Which paragraph describes the life and habitat of the orca? Which describes the problem? Қай параграфта олардың өмірі жайында айтылған дейді. Paragraph 2 describe the life and the habitat of the orca. Яғни екінші параграфте олардың өмірі жайында айтылған дейді. Келесі, do orcas live in groups? Олар тобымен өмір сүре ме дейді. Yes, they do деп жауап береміз. Үшінші, what do orcas eat? Олар не жейді дейді. Fish, squid, seals and turtles. Төртінші, how often do females have calves? Every 2 or 3 years. Бесінші, why are they becoming extinct? Не себепті олар жойылып бара жатыр дейді. They are becoming extinct because there is pollution in the sea and they also die in fishing nets. Яғни олар судың ластануынан қауіп төнгендіктен жойылып бара жатыр дейді. Бірінші жаттығуды жазып аламыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Match sentences 1 till 6 with A till F. Combine the sentences using because. Яғни біз бірінші сандармен әріптерді біріктіріп because сөзін қосып себебі деп сөйлем құрастыруымыз керек. Ендеше тапсырманы бастаймыз. Біріншісінде C болады, яғни orcas are in danger because there is pollution in the sea. Екінші, they are hunting because they are hungry. Яғни біріншісінде оркалар, олар қауіпті себебі олар суды ластайды дейді. Екінші, олар шабуыл жасайды себебі олар аш болғандықтан дейді. Үшінші, I don't swim because I don't like the water. Мен жүзе алмаймын, бірақ мен суды ұнатпаймын дейді, себебі дейді. She is having a good time because she is at the aquarium. Ол қазір қызықты уақыт өткізіп жатыр, себебі ол аквариумда дейді. He is running because he is late.
Ол жүгіріп бара жатыр, себебі ол кешігіп жатыр дейді. They are hiding because they are. Осылай жазып шығамыз. Екінші жаттығуды келесі үшінші тапсырма. Exercise 3. Match the key phrases A till E with paragraph 1 till 3 in exercise 1. Яғни бұл жерде бірінші жаттығуға қараймыз және де мына бос орындарға қай параграфтар сәйкес келетіндігін жазамыз. Бірінші A-ға, яғни параграф 2, B-ға параграф 2, C-ға параграф 1, D-ға параграф 3, E-ға параграф 2 сәйкес келеді. Яғни текст бойынша параграф 1 дегеніміз бірінші абзац, екінші абзац және үшінші абзац жатады екен. Жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші тапсырма, яғни төртінші тапсырманы мен жазбадым, себебі бұл әркімнің өзінің орындайтын тапсырмасы. Бірінші follow the steps in writing it. Яғни мұна біз құрылымды сақтай отырып жазуымыз керек. Бірінші look at the photo below and write an article about polar bears. Яғни біз полярлық аюлар жайында мақала жазуымыз керек. Және де introduction, яғни оның кіріспесі, ортаңғы бөлімі және соңы болу керек міндетті түрде. Және де мына мәліметтерді қолданып жазсаңдар болады оқушылар. Сонымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.